Таңғы сағат 7:15. Көп қабатты тұрғын үйдің алдасы. Таңғы тыныштықты кенеттен шыққан әйелдің жан дауысы бұзады. Әйел: Манарбек, жоғал! Ауылдағы адамдар бірінен соң бірі сыртқа жүгіріп шыға бастайды. Бір көрші телефонмен сөйлесіп тұр. Көрші: тезірек келіңіздер, мұнда бір сұмдық болды. Адамдардың жүзін үрей билеген. Бірі жылап тұр, бірі не болған түсінбей жан-жағына қарайды. Үй іші. Салтанат таңғы шай дайындап жүр. Шайнек қайнап тұр. Ол дастарханға 5 кесе қойып күлімсірейді. Салтанат: бүгін бәріміз бірге таңғы ас ішсек жақсы болар еді. Сырттан тағы айғай естіледі. Салтанат тоқтап қалады. Пердені ашып сыртқа қарайды. Аулада адамдар жиналып жатыр. Жүзіндегі күлкі бірден жоғалады. Салтанат: не болып кетті? Осы кезде есік тарсылдап ашылып, ішке Дастан кіреді. Тынысы тарылып кеткен. Салтанат: Дастан, не болды? Дастан жауап бере алмайды. Кек анасына қарай береді. Салтанат: балам, неге үндемейсің? Манарбек қайда? Дастан көзін төмен түсіреді. Дастан: анашым, сіз сыртқа шықпаңызшы. Салтанат: неге? Не болды? Дәліз. Салтанат Дастанды итеріп өтіп кетеді. Дәлізде Асия қабырғаға сүйеніп отыр. Көзі ісіп кеткен, қолдары дірілдеп тұр. Салтанат жанына келеді. Асия, не болды? Манарбек қайда? Асия үндемейді, тек көз жасын сүртеді. Сөйлеші, не болды? Асия кенет еңіреп жібереді. Мен бұлай болады деп ойламадым. Салтанат аң-таң болып қарайды. Не болады? Нені айтып тұрсың? Дастан келіп анасының қолынан ұстайды. Анашым, қазір шықпаңыз. Салтанат қолын жұлып алады. Маған біреу түсіндірсінші. Салтанат сыртқа жүгіріп шығады. Адамдар үнсіздір. Біреулер көздерін төмен салған, біреулер жылап тұр. Салтанат адамдардың арасынан Манарбекті іздейді. Балам, Манарбек. Ешкім жауап бермейді. Дастан анасының жанына келеді. Көзінен жас ағып тұр. Кешіріңіз. Салтанат оның көзіне қарап бәрін сезгендей болады. Тізесі бүгіліп, жерге отыра кетеді. Жоқ, менің балам емес. Арайлым жүгіріп келіп Салтанатты құшақтайды. Екеуі үнсіз жылайды. Кешкісін. Үй іші тым-тырыс, ешкім сөйлемейді. Салтанат Манарбектің бөлмесіне кіреді. Үстел үстінде отбасының ескі суреті тұр. Жанында жабық дәптер жатыр. Салтанат дәптерді қолына алады. Дәл сол кезде есік қағылады. Ішке Дастан кіреді. Дастан: анашым, қазір оқымаңыз. Салтанат: бұл не? Дастан: ағаның күнделігі. Онда біз білмейтін көп нәрсе бар. Салтанат дәптерді қолына қысып ұстап тұрып қалады. Бір күн бұрын. Таңертең Салтанат ерте оянды. Әдетінше ас үйге кіріп, самауырдың орнына шайнекті қойып, балаларын күтіп жүрді. Үйдің ішіне жаңа піскен бауырсақтың иісі тарады. Бірінен соң бірі бәрі ас үйге жиналды. Алдымен Манарбек келді. Артынан Дастан мен Арайлым кірді. Қайырлы таң, анашым, деді Дастан күрімдеп. Қайырлы таң, балам, келіңдер, шайларын дайын. Арайлым дастарханға қарап жымиып қойды. Анашым, сіздің бауырсағыңызды қатты сағынып жүрем. Салтанат нәз болып күлді. Жей беріңдер, қарақтарым. Өз қолмен жасағаным ғой. Осы кезде бөлменің есігі ашылып, Асия шықты. Оның қабағы ашылмаған, ешкімге қарамастан үнсіз келіп отырды. Қызым, шайыңды құйып берейін, деді Салтанат. Рахмет, өзім ағалам, деп қысқа жауап берді Асия. Дастархан басын үнсіздік басты. Манарбек әйеліне алаңдап қарады. Бірдеңе болып қалды ма? Жоқ. Онда неге көңіл-күйің жоқ? Міндетті түрде бірдеңе болу керек пе? Манарбек үндемей қалды. Дастан мен Арайдым бір-біріне қарап ештеңе демеді. Біраздан кейін бәрі жұмысқа жиналды. Есіктің алдында Салтанат Манарбектің жағасын түзеп қойды. Балам, бүгін жұмыстан ертерек кел. Кешке бәріміз бірге отырып шай ішеміз. Манарбек анасына күлімдеп қарады. Жарайды, анашым. Олар сыртқа шыққаннан кейін үйдің ішінде тағы үнсіздік орнады. Көлікпен келе жатқанда да екеуі ұзақ уақыт тіл қатпады. Ақыры Манарбек үнсіздікті бұзды. Таңертең неге бәріне қабақ шытып отырдың? Асия терезеге қарап отырып жауап берді. Менің көңіл күйім сондай. Анам саған бірдеңе айтты ма? Айтпаса да болады. Оның әр қимылынан ақ бәрі көрініп тұрады. Сен қателесіп жүрсің. Ол саған жамандық ойламайды. Асия бірден даусын көтерді. Сен үшін шығар. Ал мен күнде оның бақылауында жүрген деймін. Қалай жүрем, не істеймін, бәріне араласады. Манарбек ауыр күрсінді. Ол тек қамқорлық жасайды. Жоқ, сен оны ешқашан түсінбейсің. Осыдан кейін екеуі үнсіз қалды.
Кешке Манарбек жұмыстан шаршап оралды. Есікті Салтанат ашты. Келдің бе балам? Шай дайын. Қазір анашым. Манарбек бөлмесіне кіргенде Асия оны күтіп отырған еді. Қайда жүрдің? Жұмыста болдым. Рас па? Неге маған сенбей қалдың? Себебі сен өзгердің. Бұрын бәрін менімен ақылдасатын едің. Қазір тек анаңның сөзін тыңдайсың. Олай емес, Асия. Онда дәлелде. Бөлек үйге көшіп кетейік. Манарбек ештеңе демеді. Оның үнсіздігі Асияны одан сайын ашуландырды. Ас үйде Арайлым ыдыс жуып тұр еді. Дастан қасына келді. Тағы ұрсыдатыр ма? Арайлым басын изеді. Соңғы кезде күнде осылай. Аға, бұрын мұндай емес еді. Мен де соны байқадым. Көзіне қарасаң, қатты шаршап жүргені көрінеді. Дастан ойланып қалды. Ертең сөйлесемін. Арайлым күрсінді. Ертең кеш болып кетпесе екен. Түн ортасы ауанда үйдегілердің бәрі ұйықтап қалған еді. Тек Манарбек қана ас үйде жалғыз отырды. Алдында суып қалған шай, қолында отбасының ескі суреті. Ол суретке ұзақ қарап отырғанда Салтанат оянып қалды. Балам, әлі ұйықтамадың ба? Манарбек жалт қарап жымиған болды. Ұйқым келмей тұр, анашым. Салтанат оның қасына жайлап отырды. Бір нәрсе мазалап жүр ме? Манарбек анасына ұзақ қарады. Бірдеңе айтқысы келгендей болды, бірақ үнсіз қалды. Жоқ, тек жұмыстан шаршадым. Салтанат ұлының иығынан қағып, демал балам, ертең бәрі жақсы болады деді. Манарбек үнсіз басын изеді, бірақ оның жан дүниесіндегі ауырлықты сол сәтте ешкім байқамаған еді. Манарбек сол түні таңға дейін көзіле алмады. Таң атқанда ғана сәл мызғып кеткен еді, бірақ оятқыштың дауысы қайта тұрғызды. Айналдына келіп, өз жүзіне үнсіз қарап тұрды. Көзінің асты көгеріп кеткен. Сол сәтте бөлменің есігі ашылып, Асия кірді. Бүгін жұмыстан кешікпе, деді ол соғынмен. Кешікпеуге тырсамын емес, уақытында кел. Манарбек үндемей басын изеді. Жұмыста да оның ойы бөлінді. Құжаттарға қайта-қайта қарап, бір тапсырманы бірнеше рет тексеруге мәжбүр болды. Әріптесі Ерлан оның көңілсіз отырғанын байқап қалды. Манарбек, саған не болды? Соңғы кезде мүлде өзгеріп кеттің ғой. Манарбек жымиған болды. Ештеңе емес, аздап шаршап жүрмін. Шаршаған адамның түрі басқа болады. Сенім жаның шаршаған сияқты. Манарбек жауап бермеді. Ерлан оның иығынан қағып, егер сөйлескің келсе мен тыңдаймын деді. Манарбек алғаш рет біреудің осы сөзінен аздап жеңілдеп қалғандай болды. Рахмет, мүмкін бір күн айтармын. Сол күні кешке Дастан ағасына хабарласты. Аға, кешке уақыт болса шай ішейік. Бүгін болмайтын шығар. Онда ертең көрерміз. Дастан телефонды қойған соң көңілі алаң болып қалды. Арайлым оның жүзіне қарап, не деді? Даусы біртүрлі шықты. Барда, өзің сөйлес. Бәлкім расында жұмыстан шаршаған шығар. Арайлым баяу ғана басын шайқады. Кейде адам шаршадың деген сөздің астына бәрін жасырады. Кешкісін Манарбек үйге кіргенде, Салтанат оны күлімдеп қарсы алды. Балан, бүгін сен жақсы көретін мәнті пісірдім. Манарбек анасын құшақтап алды. Рахмет, анашым. Салтанат таңырқап қалды. Не болды? Бүгін ерекше мейірімді болып кетіпсің ғой. Жай ғана сізді құшақтағым келді. Айналайын, әрқашан құшақтай бер. Осы сәтті есіктің алдында тұрған Асия үнсіз бақылап тұрды. Оның жүзіне реніш ұялады. Кешкі ас кезінде ешкім көп сөйлемеді. Салтанат әңгімені өзі бастады. Демалыс күні бәріміз ауылға барып қайтсақ қайтеді? Көптен бері атаңның басына да барған жоқпыз. Дастан бірден келісті. Жақсы ой екен. Арайлым да күлімдеп. Біз дайынбыз, анашым деді. Ал Асия қасықты үстелге жайлап қойды. Мен бармаймын. Үй іші тағы үнсіз қалды. Неге қызым? Деп сұрады Салтанат. Барғым келмейді. Бірге барып қайтсақ жақсы болмай ма? Мен өз шешімімді айттым. Манарбек әйеліне қарап. Асия, анам жай ғана ұсыныс айтып отыр. Сен үндемей-ақ қойшы. Бұл сөзден кейін дастархан басындағы тыныштық бұрынғыдан да ауыр сезілді. Салтанат әңгімені басқа жаққа бұрмақ болды. Жарайды, әлі уақыт бар. Кейін ақылдасармыз. Бірақ ешкімнің тәбеті қалмаған еді. Ас ішілген соң әркім өз бөлмесіне тарап кетті. Сол түні Дастан ұзақ ұйықтай алмады. Оның көңілін бір түсініксіз алаңдау билеп тұрды. Бірдеңе дұрыс емес, деді ол жай ғана. Арайлым оның қолынан ұстап. Ертең ағаңмен міндетті түрде сөйлес. Кейде адамның ішіндегі ауырлықты бөлісетін бір адам ғана жетпей жатады, деді. Дастан үнсіз басын изеді. Ол ертең бәрін түзетуге болады деп ойлады. Бірақ өмір кейде адамға ойлағаннан әлдеқайда аз уақыт береді. Таң ата салысымен Дастан ағасына хабарласты. Бірақ Манарбек телефонды көтермеді. Ұйықтап жатқан шығар деп өзін жұбатқысы келді.
Алайда көңіліндегі мазасыздық басылар емес. Арайлым да оның алаңдап жүргенін байқап, жұмысына барып қайтшы, өз көзіммен көрсен көңілім орнына түсер деді. Дастан басын изеп көлігіне отырды. Сол уақытта Салтанат үйдің ауласындағы гүлдерді суарып жүрді. Көрші Зәуре апай қоршаудың ар жағынан тіл қатты. Салтанат, келіндерің қалай? Салтанат күлімсіреген болды. Шүкір, бәрі жақсы. Үлкен келінім соңғы кезде көңілсіздеу сияқты. Салтанат сәл ойланып қалды. Жас отбасы болған соң ұсақ түйек болады ғой. Болса да байқар жүр. Кейде іште жүрген сөз сатқа шықпай үлкен мәселеге айналады. Бұл сөз Салтанаттың көңіліне біртүрлі ой салды. Түске таман Манарбек жұмыста отырған. Алдындағы құжаттарға қарағанмен ойы басқа жақта еді. Ерлан тағы келді. Жүр, асханаға түсейік. Тәбетім жоқ. Тәбет болмаса да сөйлесейік. Екеуі тыныш бұрышқа барып отырды. Ерлан біраз үнсіз отырып, адам бәрін жалғыз көтеруге міндетті емес, Манарбек. Манарбек ауыр күрсінді. Кейде екі жақтың ортасында қалып қоясың. Бір жағында анан, бір жағында жарым. Екеуінде ренжіткің келмейді. Бірақ соңында өзіңнің ішің ғана ауырады. Ерлан оның сөзін бөлмеді. Ондайда үнсіз қалу мәселені шешпейді. Бір күні бәрібір ашық сөйлесуге тура келеді. Манарбек баяу ғана басын изеді. Бәлкім, бүгін сөйлесетін шығармын. Кешке қарай Дастан ағасының жұмысына келді. Хатшы қыз оны көріп, Манарбек аға жарты сағат бұрын шығып кетті деді. Қайда кеткенін айтты ма? Жоқ, тек ертерек қайтуым керек деді. Дастан бірден телефон соқты. Бірінші қоңырау, екінші, үшінші. Жауап болмады. Оның жүрегі атқақтап қоя берді. Үйде Салтанат кешкі ас әзірлеп жүрген. Асия, Манарбек хабарласты ма? Жоқ, әдетте осы уақытта келетін еді. Асия өғін қиған еткізді. Келер, бірақ оның өз даусында да сенім жоқ еді. Бірнеше минуттан кейін есік ашылды. Манарбек кіріп келді. Жүзі шаршаңқы болғанмен үйдегілерге күлімсіреуге тырысты. Ассалаумағалейкум. Келдің бе балам? Деп Салтанат қуана қарсы алды. Қолыңды жуып кел, дастархан дайын. Манарбек үнсіз басын изеді. Ас үстінде ешкім көп сөйлемеді. Ақыр Манарбек тыныштықты өзі бұзды. Менің сендерге айтарым бар. Бөлмедегілердің бәрі оған қарады. Соңғы кезде үйімізде бәріміз бір-бірімізді тыңдамай кеттік. Мен де үндемей жүре бердім. Бірақ бұлай жалғаса берсе, ешқайсымызға жақсы болмайды. Салтанат ұлының жүзіне алаңдап қарады. Дастан да ағасының сөзінен оның ұзақ уақыттан бері ішіне көп нәрсе жинап жүргенін сезді. Ал Асия үнсіз отырды. Ол да алғаш рет Манарбектің даусынан шаршағандық пен мұңды анық аңғарды. Бөлмеде ауыр тыныштық орнады. Бұл әңгіме олардың өмірін өзгерте ме, әлде бәрі бұрынғыдай қала бере ме, оны ешкім білмейтін еді. Үй ішін үнсіздік жайлап алды. Манарбектің соңғы сөзі әркімнің көңіліне әртүрлі әсер етті. Бірінші болып Салтанат тіл қатты. Балам, егер жүрегіңде бір ауырлық болса, бізге айт. Біз бір отбасы емеспіз бе? Манарбек анасына ризашылықпен қарады. Айтар едім анашым, бірақ кімнің көңіліне тимей сөйлейтінімді білмей қалдым. Асия орнынан қозғалып, қолын айқастырып отырды. Сонда бәріне мен кінәлімін дегің келе ме? Мен олай деген жоқпын, деді Манарбек сабырмен. Бірақ сенің әр сөзің соған келіп тіреледі. Мен ешкімді кінәлап отырған жоқпын. Мен тек үйімізде тыныштық болғанын қалаймын. Асия мысқылдай күліп жіберді. Тыныштық па? Онда алдымен анаң айт, менің өміріме араласпасын. Салтанаттың жүзі солып кетті. Қызым, мен саған жамандық ойлаған емеспін. Жамандық ойламасаңыз да әр ісіме пікір айтасыз. Тамақты былай жаса, үйді былай жина, былай сөйле. Мен де осы үйдің келінімін. Өз шешімімді өзім қабылдай аламын. Салтанат ауыр күрсінді. Мен сені өз қызындай көргем. Қызынды да осылай тәрбиелер едім. Асия орнынан тұрып кетті. Міне, тағы да, мені тәрбиелеудің қажеті жоқ. Дастан енді ғана сөзге араласты. Жеңеше, анамыздың ойы басқа еді ғой. Сен үндеме, Дастан, бұл сенің шаруаң емес, арайым жай ғана. Бір-бірімізді тыңдап көрейікші. Айғаймен ештеңе шешілмейді. Асия оған бұрылып қарады. Саған айту оңай. Өйткені сен бәріне жақсы болып көрінгің келеді. Арайдым ренжісе де дауыс көтермеді. Мен тек осы үйде тыныштық болғанын қалаймын. Манарбек басын төмен түсіріп отырды. Ол бір сәтке көзін жұмып, терең тыныс алды. Жетеді, деді баяу ғана. Бөлмедегілер үнсіз қалды. Мен күн сайын жұмысқа да, үйге де уайыммен келетін болдым. Бұрын үйге асығатынмын, қазір есікті ашар алдында ұзақ тұрып қалам.
Бұл сөзді естіген Салтанаттың жүрегі шым ете қалды. Балам, мен ешкімді жоғалтқым келмейді, анамды да, әйелімді де, бірақ екеуінің араларындағы реніштің ортасында мен қалып қойдым. Асия үндемеді. Ол алғаш бет Манарбектің жанарынан шаршағандықты анық көрді, бірақ ашуы әлі тарқамаған еді. Онда таңдау жаса, деді ол салқын үнмен. Не бөлек шығамыз, не бәрі бұрынғыдай жалғаса береді. Бұл сөзден кейін бөлмеде тағы тыныштық орнады. Манарбек жауап бермеді. Ол орнынан баяу көтеріліп сыртқа шығып кетті. Есіктің жабылған дыбысы бәрінің жүрегіне ауыр тиді. Салтанат орындыққа отырып қалды. Құдайым, осы шаңыраққа береке бере көр. Ал Дастан ағасының соңынан үнсіз қарап тұрып, ішінен бір ғана ойды қайталай берді. Ағамды жалғыз қалдыруға болмайды. Манарбек есікті жай ғана жауып, аулаға шықты. Кешкі самал жел бетіне соққанымен, кеудесін қысқан ауыр ойдан арылмады. Ол ауладағы орындыққа барып отырды. Бала кезінен осы аулада өскені есіне түсті. Әкесі тірі кезінде дәл осы жерде велосипед тебуді үйрететін. Анасы терезеден қарап, балам, алыстап кетпе деп дауыстайтын. Сол күндер қандай алаңсыз еді. Бір кезде қасына Дастан келіп отырды. Аға, Манарбек үнсіз ғана інісіне қарады. Саған оңай емес екенін білем. Манарбек әлсіз жымиды. Байқап жүрсің бе? Байқамай қайтем. Бұрынғы Манарбек жоқ. Біраз уақыт екеуі үнсіз отырды. Есіңде ме? Әкем қайтқанда сен маған, енді мен саған әке болам деген едің, деді Дастан. Манарбек күрсініп жіберді. Есімде. Сол сөзді өмір бойы ұмытпадым. Сен мені ешқашан жерге қаратқан жоқсың. Енді өзіңді де жерге қаратпа, аға. Манарбектің көзіне жас үйірінді. Кейде бәрін дұрыс жасап жүргендей боламын, бірақ соңында бәрібір біреу ренжиді. Дастан ағасының иығына қолын қойды. Барлығына бірдей ұнау мүмкін емес, бірақ өзіңді жоғалтып алма. Үй ішінде Салтанат дастарханды жинап жүрді. Арайлым үнсіз көмектесіп жүр. Бір кезде Салтанат тоқтап қалды. Қызым, мен шынымен Асияны ренжітіп жүрмін бе? Арайлым бірден жауап бере алмады. Анашым, сіз жамандық ойламайсыз. Бірақ кейде үлкеннің ақылы жасқа сын сияқты естіледі. Салтанат мұңайып кетті. Мен оны өз қызымдай көрдім. Өзім байқамай артық кетіп қалған шығармын. Егер солай болса, кешірім сұрауға да дайынмын. Арайлым анасының қолын ұстап. Кешірім сұрау әлсіздік емес, бірақ кешірім екі жақтан да болуы керек, деді. Осы сәтте Асия өз бөлмесінде жалғыз отыр еді. Ол телефонды қолын алып, анасына қоңырау шалды. Апа, не болды қызым? Даусың көңілсіз ғой. Шаршадым. Тағы да енеңмен сөзге келдім бе? Асия үнсіз қалды. Анасы ауыр күрсінді. Қызым, отбасы деген тек махаббат емес. Кейде сабыр сақтауда үлкен еңбек. Бірақ мен неге үнемі үндемей жүруім керек? Өйткені бір үйде екі адамда жеңем десе, соңында отбасы жеңіледі. Бұл сөз Асияны ойландырып тастады. Түн ауып бара жатты. Манарбек үйге қайта кірді. Салтанат оны күтіп отыр екен. Балам, шай ішесің бе? Жоқ, анашым. Кел, қасыма отыршы. Манарбек үндемей керіп отырды. Салтанат оның алақанын ұстап. Әкеңнің бір сөзі есімнен кетпейді. Үйдің берекесі бір-бірін тыңдай білуде дейтін. Мен сол сөзді сақтай алмадым ба деп қорқамын. Манарбек анасының қолын қысты. Жоқ, анашым. Бұл ешкімнің ғана кінәсі емес. Біз соңғы кезде сөйлесуді қойып кеттік. Екеуі үнсіз отырды. Үйдің әр бөлмесінде әркім өз ойымен арпалысып жатқан еді. Ал дәл сол түні еш қайсысы ертең олардың өмірін мүлде басқа арнаға бұратын күн басталатын әлі сезбеген болатын. Таңертең үй ішін бұрынғыдай үнсіздік басты. Әдетте бірінші болып әзіл айтып жүретін Дастанның өзі ештеңе демеді. Салтанат таңғы асты дайындап болғанымен дастархан басындағы ауыр тыныштықты ештеңе бұза алмады. Манарбек жұмысқа шығуға жиналып жатқанда Салтанат жай ғана жанына келді. Балам, кеше айтқан сөздерін түні бойы ойымнан шықпады. Манарбек анасына бұрылып қарады. Мен сені түсінбей қалдым ба? Манарбек бірден жауап бере алмады. Жоқ, анашым, сіз мені әрдайым түсіндіңіз. Онда мына жүзің неге мұңайып жүр? Манарбек әлсіз жымиды. Кейде адам шаршағанын өзі де кеш түсінеді екен. Салтанат ұлының бетінен сипады. Жұмыстан кейін асықпай сөйлесейік. Бүгін ешқайда бармайсың, үйде бәріміз бірге отырамыз. Жарайды, анашым. Манарбек сыртқа шыққан соң Салтанат Асияның бөлмесіне кірді. Асия айна алдында үнсіз шаршын тарап тұр екен. Қызым, сөйлесуге бола ма? Асия артына бұрылмай. Айта беріңіз.
Егер байқамай көңіліңе тиген жерім болса, кешір. Асия алғаш рет таңырқап бұрылды. Сіз менен кешірім сұрап тұрсыз ба? Иә, өйткені мына үйдің тыныштығы бәрімізден қымбат. Асия үнсіз қалды. Ол мұндай сөз күтпеген еді, бірақ ішіндегі реніш әлі де басылмаған. Мен де болмай жүрген жоқпын, апа. Өз үйімді аңсаймын. Кейде бұл үйде бөтен адам сияқты сезінемін. Салтанат баяу басын изеді. Сен мұны бұрын неге айтпадың? Айтсам, ешкім түсінбейді деп ойладым. Айтылмаған сөз жүректі ауырлатады, қызым. Асия көзін төмен түсірді. Түске таман Дастан жұмыстан ертерек шығып, ағасының кеңсесіне келді. Бұл жолы Манарбек сонда екен. Әй, інім, қайдан жүрсің? Сені алып кетуге келдім. Неге? Бүгін жұмысты ұмыт. Екеуміз біраз жүріп қайтайық. Манарбек күліп жіберді. Бала кезіміздегідей ме? Дәл солай. Екеуі қаланың шетіне қарай көлікпен шықты. Жол бойы мектептегі қызықтарын, әкелерінің әзілдерін еске алып, алғаш рет шын көңілден күлді. Бір кезде Дастан әңгімені күрт өзгертті. Аға, саған бір сұрақ қояйыншы. Қой, сен бақыттысың ба? Манарбек ұзақ үнсіз отырды. Білмеймін. Соңғы кезде осы сұрақтың жауабын өзінде таба алмай жүрмін. Онда іздейік. Жалғыз емес. Біз бәріміз бірге іздейік. Манарбек інісіне қарап жымиды. Сен баяғы кішкентай Дастан емессің. Кейде үлкен болып кетіпсің. Сен үйреттің ғой, аға. Осы сөзден кейін Манарбектің жан дүниесінде ұзақ уақыттан бері болмаған бір сезім пайда болды. Бұл жалғыз емес екенін сезіну еді. Ал үйде Салтанат дастархан жайып жүріп, іштей бір шешім қабылдады. Бүгін кешке осы үйде бәріміз ашық сөйлесеміз. Ешкім ешкімнен сыр жасырмайды. Не болса да бір отбасы болып шешеміз. Ол бұл әңгіменің олардың тағдырын өзгертуі мүмкін екенін әлі білмейтін. Кешкісін үйдегілердің бәрі дастархан басына жиналды. Ешкімнің тәбеті болмағанмен Салтанат бәрінің бірге отырғанын қалады. Ол әр қайсына кезек-кезек қарап шықты. Балаларым, бүгін ешкім ұрыспайды. Ешкім ешкімнің сөзін бөлмейді. Әркім ішіндегі ойын ашық айтсын. Бірнеше секундқа созылған тыныштықты Манарбек бұзды. Анашым дұрыс айтады. Біз соңғы кезде бір үйде тұрғанымызбен бір-бірімізді тыңдамай кеттік. Асия көзін төмен салған күйі отырды. Манарбек оған қарап сөзін жалғастырды. Асия, саған бір сұрақ қояйын. Айта бер. Сен осы үйге алғаш келін болып түскен күнін есіңде ме? Асия баяу басын изеді. Есімде. Сол күні маған біз үлкен тату отбасы боламыз деген едің. Асия үнсіз қалды. Мен сол арманымыздан алыстап кеткендеймін. Асия керең дем алды. Мен де бәрі бұлай болады деп ойламадым. Салтанат үнсіз тыңдап отырды. Алғаш келгенде бәрі жақсы еді, деді Асия. Бірақ уақыт өте келе, өзімді осы үйде бөтен адам сияқты сезіне бастадым. Салтанат таңырқай қарады. Неге олай ойладың, қызым? Өйткені қандай іс жасасам да өзімді дәлелдеуге тырысатынмын. Бір жерден қателессем, ұят болатын сияқты көрінді. Бір күні сіздің әрбір ақылыңыз маған сын болып естілетін болды. Салтанат ауыр күрсінді. Мен сені сынадым деп ешқашан ойлаған емеспін. Мен тек үйренсін, қиналмасын дедім. Білем, деді Асия. Бірақ мен оны басқаша қабылдаппын. Дастан ағасы мен жеңгесіне қарап отырды. Мәселе кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екенінде емес сияқты. Біз бір-бірімізді әртүрлі түсініппіз. Арайлым да сөзге араласты. Кейде бір ауыз сөз екі түрлі мағына береді. Біреу оны қамқорлық деп қабылдайды, екіншісі қысым деп сезінеді. Манарбек басын изеді. Менің ең үлкен қателігім үндемей жүруім болды. Сендер өзара түсінсет деп ойладым. Ал үндемеген сайын араларын алыстай берді. Салтанаттың көзінен жас ыршып кетті. Балам, мұны маған неге ертерек айтпадың? Өйткені ешкімді ренжіткім келмеді. Бірақ бәрібір бәрің ренжідіңдер. Сол сәтте есік қоңырау соғылды. Дастан барып ашты. Есіктің алдында ауылдан келген Манарбектің нағашы ағасы Нұрлан тұр екен. Ассалаумағалейкум, қарақтарым. Жолай соғып, хәлдеріңді білейін деп едім. Үйдегілер оны жұлып харфалғанмен, Нұрлан аға дастархан басындағы ауыр көңіл күйді бірден сезді. Бір түрлі үнсіз екенсіңдер. Бірдеңе болды ма? Ешкім жауап бере қоймады. Нұрлан аға бәріне көз жүгіртіп шықты да, жай ғана. Мен сендердің әкелерің Серікпен бірге өстім. Ол маған бір сөз айтушы еді. Бір үйде реніш жиналса, қабырғада суып кетеді. Ал бір-бірінен кешірім сұраса, үй қайтадан жылынады дейтін. Бұл сөз бәрінің жүрегіне жетті. Салтанат көз жасын сүртіп. Серік болса,
Бүгін бәрімізді бір дастарханға отырғызып, татуластырып жіберер еді. Манарбек үнсіз әкесінің суретіне қарады. Сол суретке қарап отырып ол іштей: «Әке, мына шаңырақты аман алып қалуға күш бере көр», деп тілегендей болды. Ал бұл кештен кейін отбасының өмірінде күтпеген өзгерістер басталатынын олардың ешқайсысы әлі сезген жоқ еді. Нұрлан аға кеткен соң үй ішін тағы да үнсіздік басты. Ешкім ештеңе демеді. Манарбек ауыр күрсініп өз бөлмесіне кірді. Ол есікті жаңа ғана жапқан еді. Артынан Асия да кіріп келді. Есіктің жабылғаны сол еді. Асия өзін әрең ұстап тұрған ашуын сыртқа шығарды. «Болды, мен шаршадым». Манарбек үнсіз ғана оған қарады. «Неден шаршадың, Асия? Неден бе? Кеше анаң ақыл айтты, бүгін Нұрлан аға ақыл айтты. Ертең тағы кім келеді? Көрші ме? Туыс па? Бәрі маған қалай өмір сүру керегін үйрететін болды». Манарбек сабыр сақтауға тырысты. «Ешкім саған жамандық ойлап тұрған жоқ. Маған олардың ақылының керегі жоқ. Естідің бе? Керегі жоқ». Оның даусы бүкіл үйге естілді. Сыртта отырған Салтанат орнынан селк етіп тұрды. Бөлмеден шыққан айқай жүрегін тіліп өткендей болды. Бөлменің ішінде Асия сөзін жалғастырып жатты. «Мен бұл үйде еркін дем ала алмаймын. Не істесем де біреу пікір айтады. Біреу бақылап отырғандай сезінемін. Мен бұлай өмір сүре алмаймын». Манарбек баяу ғана: «Асия, даусыңды бәсеңдетші». «Жоқ, бүгін бәрін айтамын. Мен бөлек шыққым келеді. Осы сөзді қанша рет айттым. Сен үнемі кейінге қалдырасың». Манарбек үнсіз қалды. Асия оның дәл осы үнсіздігіне ашулана түсті. «Тағы үндемейсің, үнемі осылайсың. Анаңның алдында үндемейсің. Менің алдымда да үндемейсің. Неге үндемейсің?» Сол кезде есік сыртынан Салтанаттың алаңдаған даусы естілді. «Балалар, не болып қалды? Бәрі дұрыс па?» Бөлменің ішінде бірнеше секунд үнсіздік орнады. Манарбек орнынан тұрып есікке қарай жүрмек болды. Бірақ Асия оның қолынан ұстап қалды. «Ашпа». Салтанат тағы да есікті жайлап қақты. «Қызым, балам, есікті ашыңдаршы». Асия өзін ұстай алмай есік жаққа бұрылып қатты дауыстады. «Сіз араласпаңыз. Бұл біздің арамыздағы мәселе. Өзіміз шешеміз». Сырттағы Салтанат үнсіз қалды. Ол есіктің ар жағында тұрып қалды. Көзіне жас келді. Іштен тағы да Асияның ашулы үні естілді. «Мен енді бұлай өмір сүрмеймін. Бүгін нақты жауап бер. Не бөлек шығамыз? Не мен бұл үйден кетемін?» Манарбек басын төмен салды. «Асия, ашумен қабылданған шешім ертең өкінішке айналуы мүмкін. Мен қазір ештеңе шешкім келмейді». «Онда қашан? 1 жылдан кейін ме? 5 жылдан кейін ме? Маған нақты жауап керек». Сыртта тұрған Салтанаттың жүрегі ауырып кетті. «Менің кесірімнен тағы ұрсып жатыр ма?» деген ой маза бермеді. Ол үнсіз ғана кері бұрылып өз бөлмесіне кірді. Төсегінің шетіне отырып көз жасын сүртті. «Я Алла, осы шаңыраққа тыныштық бере көр». Ал дәл сол сәтте дәліздің екінші шетінде тұрған Дастан мен Арайлым да бәрін үнсіз естіп тұрған еді. Дастан жұдырығын түйіп алды. Бұлай жалғаса берсе, бұл отбасының берекесі мүлде кетеді. Арайлым оның қолын жайлап ұстап: «Ашу үстінде айтылған сөздің жарасы ұзақ жазылады. Ең қиыны кейін айтылмай қалған жылы сөздер». Бөлменің ішіндегі ауыр тыныштықты Манарбек бұзды. Ол баяу ғана Асияға жақындады. Асия болса әлі де ашудың әсерімен теріс қарап тұр еді. Манарбек жайлап оның қолынан ұстады. «Асия». Асия қолын тартып алмақ болды. «Тиме маған». Бірақ Манарбек жібермеді. Ол әйелін ақырын ғана өзіне тартып құшағына қысты. Алғашында Асия қарсыласқанымен Манарбек оны жіберген жоқ. «Тыңдашы, өтінем». Оның даусы дірілдеп шықты. «Мен сені қатты жақсы көрем. Соны неге түсінбейсің?» Асия үнсіз қалды. Манарбек сөзін жалғастырды. «Мен білем. Соңғы кезде саған да оңай емес. Сенің де ішіңде қаншама мұң бар екенін сезем. Осы уақытқа дейін балалы болмай жүргеніміз сені де қинайды». Асияның көзімен жас сырғып түсті. Бірақ ол ештеңе демеді. «Мен де әке болғым келеді, Асия. Біздің үйімізде баланың күлкісі естілгенін армандаймын. Сенің біздің балаларымыздың анасы болғаныңды қалаймын». Манарбектің даусы бұрынғыдан да жұмсарып кетті. «Есіңде ме? Екеуміз алғаш үйленгенде қаншама арман құрдық. Өз үйіміз болады дедік. Балаларымыз болады дедік. Демалыс сайын бірге қыдырамыз дедік. Қартайғанша қол ұстасып жүреміз дедік». Ол күлімсіремек болды, бірақ жанарындағы мұң бәрібір байқалып тұрды. «Мен сол армандардың бәріне сенімен бірге жеткім келеді. Басқа ешкіммен емес. Тек сенімен». Асия ақырын ғана көз жасын сүртті.
Бірақ мен шаршадым, Манарбек. Ішімдегі ауырлықты ешкім түсінбейді. Манарбек оның екі қолынан ұстап, көзіне тіке қарады. Мен түсінуге тырысамын. Егер осы уақытқа дейін түсінбей келген болсам, кешір мені. Бірақ өтінемін, аздап шыдайықшы. Екеуміз бірге әрекет етейік. Дәрігерге тағы барайық. Қажет болса емделейік. Қажет болса біраз уақыт бөлек тұру жайында ақылмен қарастырайық. Бірақ дәл қазір ашумен шешім қабылдамайықшы. Ол Асияның маңдайынан ақырын сүйді. Бәрі жақсы болады. Мен соған сенемін. Сен де сенші. Манарбектің көзіне жас келіп қалды. Өтінем, мен үшін шыдашы. Бұрынғы Асия болшы. Мен сенімен танысқанда сен күлімдеп жүретін едің. Ұсақ нәрсеге қуанып, мені де күлдіретін едің. Сол Асияны сағынып жүрмін. Даусы тірілдеп кетті. Өтінем, мен сені жоғалтқым келмейді. Анамды да жоғалтқым келмейді. Осы үйдің берекесін жоғалтқым келмейді. Мен сендердің ешқайсыларынан айырылғым келмейді. Асия алғаш рет Манарбектің көзіне тіке қарады. Ол күйеуінің де қаншалықты қиналып жүргенін енді анық сезгендей болды. Жай ғана оның иығына басын қойды. Екеуі ұзақ уақыт үнсіз тұрды. Бөлменің сыртында тұрған Салтанат бұл сөздердің бәрін естімесе де, іштен шыққан айқайдың басылып, тыныштық орнағанын сезді. Ол көз жасын сүртіп, іштей, «Я Алла, осы екі жастың бақытына береке бере көр, бір-біріне деген мейірімдерін жоғалтпасын» деп дұға етті. Ал Манарбек сол сәтте бар күшімен шаңырағын сақтап қалуға тырысып жатқан еді. Оның жалғыз тілегі сүйген жары мен анасын бір-біріне қарсы қоймай, бәрін бір отбасы болып бақытты көру болатын. Сол түні үйдің іші тым-тырыс болды. Салтанат өз бөлмесіне кіргенімен көзіле алмады. Терезенің алдына отырып, ойға шомып кеткен еді. Есіктің жай ғана қағылған дауыс естілді. «Кіріңіз», есікті ақырын ашқан Арайлым еді. Ол ештеңе деместен Салтанаттың жанына келіп отырды. «Анашым». Салтанат оған бұрылып күлімсірегісі келді, бірақ көзіндегі мұңды жасыра алмады. Арайлым оның қолынан ұстап алды. «Сізді анамдай көрем. Сондықтан жүзіңізден мұң көргім келмейді». Салтанаттың көзіне тағы жас үйірілді. «Қызым, менің кесірімнен балаларының арасы ашылып бара жатқандай». Арайлым бірден басын шайқады. «Жоқ, анашым, өзіңізді кінәламаңыз. Кейде бір үйде жүрген адамдар бір-бірін тыңдамай қалады. Бірақ бәрін дұрыстауға болады». Ол Салтанатты құшақтап алды. «Сіз аман жүріңізші. Бізге тірек болып жүріңізші. Сіздің амандығыңыз бәрімізге керек». Салтанат келінін құшақтап маңдайынан сүйді. «Алла саған разы болсын, қызым. Сенің осындай сабырлы болғаның мені жұбатады». Келесі күні таңертең дастархан басына бәрі жиналды. Бірақ Асия ғана көрінбеді. Салтанат Манарбекке қарап: «Балам, Асияны шақыршы». Манарбек бөлмеге барып, есікті жай ғана қақты. «Асия, таңғы ас дайын». Іштен әлсіз дауыс естілді. «Тәбетім жоқ. Шыққым келмейді». Манарбек біраз үнсіз тұрды. «Жарайды, егер қарның ашса, айтып шық». Ол үнсіз қайта оралды. Салтанат ештеңе демеді, тек алдындағы шайын араластырып отырды. Таңғы астан кейін Арайлым ыдыстарды жинап болды да бір шешімге келді. «Анашым, мен Асиямен сөйлесіп көрейін». Салтанат алаңдап қалды. «Ренжісіп қалмайсыңдар ма?» «Жоқ, мен жай ғана сөйлескім береді». Бәлкім ішіндегі мұңын айтар. Арайлым бөлменің алдына барып, есікті ақын қақты. «Асия, кіруге бола ма?» Бірнеше секундтан кейін іштен жай ғана: «Кір». Арайлым есікті баяу ашты. Асия терезенің алдында үнсіз отыр екен. «Жағдайың қалай?» деп сұрады Арайлым. «Көріп тұрған жоқсың ба? Жалғыз отырмын». Арайлым оның жанына жақындап: «Мен сені түсінгім келеді. Егер сөйлескің келсе». Асия оның сөзін бөліп жіберді. «Түсінгің келе ме?» «Сен бе?» «Иә». Асия ащы күліп жіберді. «Сен бәрібір түсінбейсің. Сенің бір ғана мақсатың бар». Арайлым таңғалып қалды. «Қандай мақсат?» «Бәріне жақсы болып көріну. Анамның алдында жақсы келін. Бастанның алдында жақсы әйел. Манарбектің алдында жақсы жеңге. Бәріне ұнайсың. Ал мені жаман етіп көрсеткің келеді». Арайлым абдырап қалды. «Асия, мен ешқашан олай ойлаған емеспін». «Ойламадың ба? Онда неге үнемі менен бұрын жүгіріп жүресің? Неге бәріне көмектесесің? Неге бәрі сені мақтай береді? Менің алдында орап алып жүрсің. Сенің кесірінен бәрі мені жаман келін деп ойлайды». Арайлымның көңіліне ауыр тиді. «Мен ешкіммен жарысып жүрген жоқпын. Мен тек осы үйде тыныштық болғанын қалаймын. Маған сенің тыныштығыңның керегі жоқ. Сен өзіңді періштедей көрсетуді тоқтат.
Шық бөлмемнен. Арайлым үнсіз орнынан тұрды. Егер бір күні сөйлескін келсе, мен тыңдауға дайынмын. Ол есікті жай ғана жауып шығып кетті. Дәлізде Салтанат үнсіз тұрған еді. Іштен шыққан дауыстардың бәрін естіп қалған. Арайлым оған қарады. Көзінен жас сырғып бара жатты. Кешіріңіз, анашым. Менің қолымнан келмеді. Салтанат келінін құшағына басты. Жоқ, қызым. Сен бар ниетіңнен бардың. Кейде адамның жүрегіндегі реніш соншалық терең болады, ол айналасындағы жақсы ниетті де қабылдай алмай қалады. Салтанат ауыр күрсінді. Асияның мінезіндегі ең қиыны өзгелердің сөзін бірден өзіне қарсы айтылғандай қабылдау еді. Біреу ақыл айтса, өзін сынап жатыр деп ойлайтын. Біреу көмектессе, мені төмендеткісі келеді деп түсінетін. Біреу мақталса, өзін әдейі көлеңкеде қалдырғандай сезінетін. Осындай ойлар оның ренішін одан әрі көбейтіп, айналасындағы адамдардың мейірімін көруіне кедергі болып жүргендей еді. Салтанат жай ғана көз жасын сүртіп: «Я Алла, осы шаңыраққа сабыр мен түсіністік бере көр. Бір-біріміздің жүрегімізге жететін жылы сөз нәсіп етші», деп іштей дұға етті. Күндер өте берді, бірақ үйдің ішіндегі суықтық ешқайда кеткен жоқ. Манарбек күнде кешкісін жұмыстан үйге асығып қайтатын. Бұрын есікті ашқанда Асияның күлімдеп қарсы алатынын күтетін. Қазір ол үміттің өзі алыстап кеткендей еді. Сол күні де жұмыстан шаршап келді. «Ассалаумағалейкум». Үйдегілер амандасты. Тек Асия ғана үнсіз отырды. Манарбек аяқ киімін шешіп бөлмеге кірді. «Асия?» Жауап болмады. Ол әйелінің жанына барып отырды. «Күнің қалай өтті?» «Жақсы». «Бірдеңе керек емес пе?» «Жоқ». «Көңілім дұрыс па?» «Дұрыс». Әр жауап бір-ақ сөзден. Суық, құрғақ. Манарбек оның жүзіне ұзақ қарады. «Маған қарашы». Асия терезеге қарап отыра берді. Манарбек оның қолынан ұстағысы келді. Асия қолын жай ғана тартып алды. Манарбектің жүрегі сыздап кетті. Ол үнсіз ғана орнынан тұрды. Не істесем де жетпей жатыр деген ой санасынан кетпеді. Күн сайын бәрі осылай қайталанды. Манарбек сөйлесуге тырысады. Асия қысқа ғана жауап береді. Манарбек бірге серуендеуді ұсынады. Асия бас тартады. Гүл әкеледі. Гүл сол бұрышта ашылмаған күйі қала береді. Манарбек әзіл айтып күлдірмек болады. Асияның жүзіне күлкі үйірілмейді. Үйдің ішінде бұрын естілетін күлкі жоғалып кеткен еді. Оның орнын үнсіздік басқан. Бұл үнсіздік кейде ұрыстан да ауыр болатын. Бір күні түстен кейін Дастан мен Арайлым ауруханадан қуанып оралды. Арайлымның жүзі бал-бұл жайнап тұр. Дастанның қуанышында шек жоқ. Ол үйге кіре сала: «Анашым, сүйінші». Салтанат алаңдап орнынан тұрды. «Не болды, балам?» Дастан күрімдеп: «Анашым, сіз әже болатын болдыңыз». Салтанат қуаныштан көзіне жас алды. «Рас па, қызым?» Арайлым басын изеп, ялғандай күлімсіреді. «Е, анашым». Салтанат келінін құшақтап: «Аллаға шүкір. Қандай қуанышты хабар». Манарбек те қуанып інісін құшақтап алды. «Құтты болсын, бақытты болыңдар». Үйдің іші алғаш рет көптен бері күлкіге толды. Бірақ сол дастархан басында Асия ғана үнсіз отырды. Ол ешкімнің көзіне қарамады. Қуанышқа ортақтасуға тырысқанымен, жүрегіндегі ауырлық оған мүмкіндік бермеді. Тағы да мен ғана, тағы да бәрі менен ғын. Мен ғана бала сүйе алмай жүргендеймін. Осы ойлар оның жанын бұрынғыдан бетер ауырлатты. Салтанат оған қарап: «Қызым, сен де қуанып отырсың ба?» деп жай ғана сұрады. Асия ернін әзер қимылдатты. «Иә, құтты болсын». Бірақ бұл сөздің ар жағында қуаныштан гөрі мұң көбірек еді. Ол дастарханнан ерте тұрып бөлмесіне кіріп кетті. Есігін ақырым жапты. Ешкім оның артынан бармады. Әркім оның көңіліне уақыт керек шығар деп ойлады. Манарбек біраздан кейін бөлмеге кірді. Асия терезенің алдында үнсіз тұр екен. «Асия», ол бұрылмады. «Сен ренжіп тұрсың ба?» Жауап болмады. «Егер бір нәрсе мазаласа, бірге көтерейік». «Мен жалғыз көтеріп жүрмін ғой», деді Асия ақырын ғана. Манарбек селк етіп қалды. «Нені айтып тұрсың?» «Ештеңе. Айтшы». Асия терең күрсінді. «Кейде өзімді бұл үйде артық адам сияқты сезінемін. Бүгін бәрі қуанды. Мен де қуанғым келді. Бірақ жүрегімнің бір жері қатты ауырды». Манарбек оның жанына барып: «Біз екеуміз біргеміз. Қандай сынақ болса да бірге өтеміз. Сен жалғыз емессің». Асия үндемеді. Бірақ көзінен аққан жас оның жан дүниесіндегі ауыр мұңды айтып тұрғандай еді. Сол түні Манарбек ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Жай намазын жайып ұзақ дұға етті. «Уа Раббым, бізге сабыр бере көр, жүрегімізге тыныштық бере көр.
Отбасымыздың берекесін сақтай көр. Бізге бір-бірімізді түсінетін жүрек нәсіп ет. Сынақтың соңын жақсылықпен аяқтай көр. Ол үшін ең үлкен арман осы шаңырақтың қайтадан күлкіге толуы еді. Анасын да, сүйген жарын да жоғалтқысы келмейтін. Сол себепті ол үмітін үзбей, ертеңгі күннің бүгінгіден жарық боларына сенгісі келді. Арайлымның аяғы ауыр екенін естіген күннен кейін үйдің ішіндегі қуаныш пен мұң қатар жүргендей болды. Салтанат күн сайын Арайлымның жағдайын сұрап, ауыр көтертпей барынша қамқор болып жүрді. Манарбекте інісі үшін қуанды, бірақ өзінің үйіндегі салқындық оның жүрегін күн сайын ауырлатып бара жатты. Бір күні таңертең Манарбек жұмысқа кетіп бара жатқанда телефоны шырылдады. Басшысы екен. Манарбек, бүгіннен бастап мекемеге үлкен тексеріс келеді. Құжаттардың бәрін қайта қарап шығамыз. Біраз күн кешке дейін жұмыста қалуға тура келеді. Сен жауапты бөлімнің басындасың, сондықтан сенсіз болмайды. Түсіндім аға, қолымнан келгеннің бәрін жасайым, деді Манарбек. Телефонды қойған соң, ол бірден Асияға хабарласты. Асия, сөйлесе аласың ба? Иә, бүгіннен бастап жұмыста үлкен тексеріс басталады екен. Біраз күн кешігіп келуім мүмкін. Сен мені дұрыс түсінші. Бұл әдейі емес. Жұмыс қой. Асия үнсіз тыңдап тұрды. Жарайды, деді қысқа ғана. Манарбек оның даусынан бұрынғыдай реніш байқамаған соң, аздақ көңілі орнына түсті. Кешке үйге келгенде Манарбек тағы да кешіккеніне кешірім сұрады. Кешірші, шынымен қолым тимей қалды. Асия үнсіз басын изеді. Манарбек оның жанына отырып, қолынан ұстады. Саған бір ұсыныс айтсам, қалай қарайсың? Қандай? Біраз күн өз үйіңе барып қайтшы. Анаңды көріп, әкеңмен әңгімелес, құрбыларыңмен кездес. Сұлулық салонына барып, демалып қайт. Біраз көңілің бөлінсін. Соңғы кезде сен де қатты шаршадың. Асия таңырқап күйеуіне қарады. Мені жібергің келе ме? Манарбек жымиып басын шайқады. Жоқ, мен сені ешқайда жібергім келмейді. Мен тек көңілің көтерілсе екен деймін. Осы үйдегі ауыр ойлардан сәл болса да алыстасаң екен. Өз ата-анаңды сағынған шығарсың. Қалтасынан ақша шығарып, Асияның қолына ұстатты. Мынаны ал. Өзіңе ұнайтын нәрсе сатып ал. Салонға бар, құрбыларыңмен шай іш. Өз-өзіңе уақыт бөл. Көңілің орнына келсе болды. Асия ақшаны үнсіз қолына алды. Көптен бері алғаш рет оның жүзі сәл жұмсарғандай болды. Жарайды, барып қайтайын. Манарбектің жүзіне күлкі үйірілді. Рахмет. Сенің жақсы көңіл күйде жүргеніңді ғана қалаймын. Бұл әңгімені Салтанатта естіп қалған еді. Кешкі шай үстінде Манарбек анасына: Анашым, Асия бірнеше күн өз үйіне барып қайтсам деп отыр. Көңілін бөліп келеді. Салтанат бірден келісті. Әрине балам, өз төркініне барып, ата-анасымен отырып қайтқаны дұрыс. Қыз балаға өз үйінің де орны бөлек қой. Ол Асияға мейіріммен қарап: Қызым, жақсылап демалып кел. Ата-ананың батасын алып қайт. Көңілің көтеріліп келсін. Асия алғаш рет енесіне ашуланбай жауап берді. Жарайды, барып қайтам. Манарбек сол сәтте іштей қуанып қалды. Бәлкім, осы сапардан кейін бәрі өзгерер. Бәлкім, бұрынғы Асия қайта оралар деп үміттенді. Сол түні ол тағы да жайналазын жайды, қолын жайып: Уа Раббым, осы кішкентай үмітті үлкен қуанышқа айналдыра көр. Жарымның жүрегінен ауырлық қал. Анамның жүзінен мұңды кетір. Отбасымды аман сақта. Менің бар тілегім осы шаңырақтың берекесін жоғалтпау деп ұзақ дұға етті. Ол үшін байлық та, мансап та маңызды емес еді. Ең қымбат нәрсе үйге келгенде анасын күлімдеп, жарым қуанып қарсы алып тұрғанын көру болатын. Асия төркінінен көтеріңкі көңілмен оралды. Алғашқы күні жүзі ашылып, Манарбекке де жылы сөйлегендей болды. Манарбек оның сол қалпын көріп іштей қуанды. Мүмкін бәрі түзелер деп үміттенді. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Арайлымның аяғы ауыр екенін еске алған сайын, Асияның жүрегі қайтадан ауырлайтын. Үй ішінде Арайлымға жасалған кішкентай қамқорлықтың өзі оған өзін шеттетіп жатқандай көрінді. Салтанат: Қызым, шай ішесің бе десе, Асия қысқа ғана жоқ деп жауап беретін. Жағдайым жақсы ма? Жақсы. Бірдеңе мазалап жүр ме? Жоқ. Оның әр жауабы қабырға сияқты суық еді. Салтанат жақындағысы келді, бірақ Асия әр жолы алыстай берді. Бір күні Манарбек жұмыстан кеш келді. Есікті ашып кірген бойда Асия алдынан шықты. Көзі ашулы, даусы дірілдеп тұр. Қайда жүрсің? Манарбек шаршаған күйі аяқ киімін шешті. Жұмыста болдым. Тағы да жұмыста ма? Иә, бүгін үлкен ағайдың қан қысымы көтеріліп кетті. Уайымдап, ауруханаға бірге барып келдім. Асия ащы күліп жіберді. Өтірік айтпа.
Манарбек басын көтеріп қарады. Асия, мен өтірік айтып тұрған жоқпын. Жоқ, сенің біреуің бар. Сен мені ақшымақ көресің де. Мен саған керек емеспін. Мен бала туа алмаған соң басқа біреуге барып жүрсің. Манарбектің жүрегі шымете қалды. Олай деме. Мен ешқашан сені ондай оймен ренжіткен емеспін. Сен менің жарымсың. Маған сен керексің. Бірақ Асия тыңдамады. Оның ішіндегі қорқыныш, қызғаныш, өкпе бәрі бір сәтте сыртқа атылды. Жоқ, мен бұл үйде енді қалмаймын. Бітті. Мен кетем. Ол шкафты ашып, киімдерін ала бастады. Манарбек жанына барып, сөмкені қолынан алмақ болды. Асия, тоқташы. Қазір ашумен кетпе. Ертең сөйлесейік. Қазір екеуміз де шаршаптымыз. Асия оны икеріп жіберді. Маған тиме. Сен мені түсінбейсің. Ешкім түсінбейді. Манарбек те алғаш рет өзін ұстай алмай қалды. Көптен бері ішіне жиналған ауырлық, үнсіз жұтқан өкпе, сақтап қалуға тырысқан махаббат бәрі кеудесін қысып жіберді. Ал мені кім түсінеді, Асия? Асия тоқтап қалды. Манарбектің даусы бұрынғыдай сабырлы емес еді. Мен күнде сенің көңіліңе қараймын. Сен күнсең екен деймін. Осы үйде тыныштық болса екен деймін. Анам жыламаса екен деймін. Сен өзіңді жалғыз сезінбесе екен деймін. Бірақ сен мені де көрмейсің ғой. Оның көзіне жас келді. Менің не жазығым бар? Сені сүйгенім бе? Отбасында сақтағым келгені ме? Екі ортада жүгіріп, бәріне жақсы болуға тырысқаным ба? Асия үндемеді, бірақ ашуы әлде басылмаған еді. Кетемін дедім ғой. Манарбек терең тыныс алды. Егер сен кетсең, ол сөзін аяқтай алмай қалды. Ішіндегі қараңғылық бір сәтке бәрін жауып кеткендей болды. Мен енді көтер алмаймын. Ол бөлмеден шығып кетті. Асия артынан «Қайда барасың?» деп айқайлады. Манарбек жауап бермеді. Сол сәтте үй ішін түсініксіз үрей басты. Салтанат бөлмесінен атып шықты. Не болды? Асияның қолынан киімдері түсіп кетті. Манарбек, Дастан да жүгіріп шықты. Аға, қайда? Бірнеше секунд қана өтті. Бірақ сол бірнеше секунд бүкіл отбасының өмірін екіге бөліп жіберді. Сырттан адамдардың абыржыған дауысы естілді. Асияның жүзі әп-сәтте бозарып кетті. Жоқ, жоқ, Манарбек. Салтанат жүрегін ұстап, есік жаққа қарай ұмтылды. Балам, Манарбек. Дастан анасының жолын бөгемек болды. Анашым, тоқтаңыз, шықпаңыз. Салтанат оның қолын жұлып алды. Менің балам қайда? Үйдің ішіндегі айқай, жылау, үрей бір-біріне араласып кетті. Асия тұрған жерінде қатып қалды. Жаңа ғана ашумен айтқан сөздері құлағында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Мен кетемін. Сен өтірік айтасың. Сенің біреуің бар. Ол енді ғана Манарбектің көзіндегі шаршауды, жандағы ауырлықты, қанша уақыттан бері үнсіз көмек сұрап жүргенін түсінгендей болды. Бірақ кейбір түсінік тым кеш келетін еді. Салтанат есік алдында тізерлеп отырып қалды. Құлыным, неге айтпадың маған? Неге ішіңдегі мұңды маған бермедің? Дастан үнсіз жылап тұрды. Арайлым Салтанатты құшақтемпейшін, өзі де көз жасын тоқтата алмады. Ал Асия қабырғаға сүйеніп дем ала алмай қалды. Ол алғаш рет өзінің ашуы біреудің жүрегіне қандай ауыр жара салғанын сезді. Сол түннен кейін бұл үйде ешкім бұрынғыдай бола алмады. Манарбектің қазасынан кейін бұл үйдің есігі бұрынғыдай ашылмайтын болды. Күліп қарсы алатын ана жоқ. Әзілдесетін бауыр жоқ. Үйдің әр бұрышында Манарбектің ізі қалғанымен өзінің үні ғана жоғалып кеткен еді. Жерлеуден кейін бірнеше күн өткен соң Асия өзін жайсыз сезіне бастады. Тамаққа қарамайтын, бас айналып, әлсіреп кете берді. Арайлым оның түріне қарап, «Асия, дәрігерге барып көрші» деді. Асия үнсіз ғана басын изеді. Дәрігердің қабылдауынан шыққанда оның қолындағы қағаз дірілдеп тұрды. Дәрігердің айтқан сөздері құлағында қайта-қайта жаңғаттырды. «Құттықтаймын, сіз ана болғалы жүрсіз». Асия бір орында қатып қалды. Көзінен жас парлап кетті. Екі қолмен ішін құшақтап, «Жоқ, жоқ, бұл тым кеш» деп сыбырлады. Көлікке отырған соң ол ұзақ жылады. «Манарбек, сен күнде армандаған сәби, сенің сәбиің. Неге мұны көре алмадың?» Өкініш жүрегін өртеп бара жатты. Үйге кірген бетте ол ешкімге қарамастан Салтанаттың бөлмесіне жүгірді. Салтанат терезенің алдында үнсіз отырған. Шашына бірер күннің ішінде ақ кіргендей, жүзі әжінденіп кеткен. Асия ішке кірген бойда тізерлеп отыра кетті. «Апа», дауысы шықпай қалды. Ол еңбектеп барып Салтанаттың аяғына басын қойды. «Кешіріңізші, мені кешіріңізші. Мен бәрін кеш түсіндім. Мен кінәлімін. Мен Манарбекті түсінбедім.
кешірмішші. Ол еңіреп жылап жатты. Салтанат үнсіз отырды, қолында көтермеді, басында бұрмады. Тек көзінен үнсіз жас ағып жатты. Асия қайта-қайта: бір ауыз сөз айтыңызшы, ұрысыңыз, айғайлаңыз, бірақ үндемеңізші. Салтанаттың ерні ғана сәл қимылдады, бірақ ешқандай сөз шықпады. Бұл үнсіздік кез келген айқайдан ауыр еді. Дастан есіктің алдында бәрін естіп тұрды. Оның көзі қызарып кеткен, жұдырығы түйіліп тұр. Ол бөлмеге кірді, Асияға ұзақ қарап тұрды. Ағам, сені өмірінен артық жақсы көрді. Соңғы деміне дейін осы үйді сақтап қалғысы келді. Анамды да, сені де. Даусы дірілдеп кетті. Ал қазір қараш. Анам күнде терезеге қарап отырады. Мен ағамның даусын іздеймін. Сен күнде жылайсың, бірақ ешқайсымыз оны қайтара алмаймыз. Ол көз жасын сүртіп, осы үйдің ең үлкен сабағы айтылған ауыр сөзді кейін қайтарып ала алмайтынымыз болды, деді. Арайлым үнсіз жылап тұрды. Кешке қарай Салтанат Манарбектің бөлмесіне алғаш рет кірді. Бөлме сол күйінде тұр екен. Үстелде сағаты, кітаптары, жұмыс дәптерлері. Жейдесі орындықтың арқалығында ілулі. Салтанат жейдені қолына алып иіскеді. Балам, үйіңнің иісі әлі кетпепті. Ол көз жасын тия алмады. Сол кезде Дастан үстелдің тартпасын ашты. Ішінде қара мұқабалы қалың дәптер жатыр екен. Сыртына ұқыпты әріппен бір ғана сөз жазылыпты: күнделік. Дастан дәптерді қолына алды. Анашым, аға күнделік жазу жүрген екен. Салтанат баяу бұрылды. Қолы дірілдеп дәптерді алды. Бірінші бетін ашты. Ең үстінде Манарбектің өз қолымен жазылған сөйлем тұр екен. Егер бір күні бұл дәптерді оқып отырсаңдар, біліңдер, мен ешқашан ешкімді жек көрген емеспін. Мен тек бәрінің бір-бірімді түсінгендерінді қаладым. Анамның жыламағанын, Асияның қайта күлімдегенін, Дастанның шаңырақты аман сақтағанын армандадым. Салтанат дәптерді кеудесіне қысып, көз жасын тоқтата алмады. Ал Асия есіктің алдында үнсіз тұрды. Ол енді ғана Манарбектің үнсіз жүргенінің артында қаншалықты үлкен махаббат, қаншалықты үлкен үміт жатқанын түсіне бастаған еді. Бірақ сол түсінікке жету үшін олар тым қымбат адамнан айырылып қалған болатын. Асия Манарбектің қазасынан кейін бұл үйде қала алмады. Әр бұрыш оған өткен күндерді еске салатын. Әр бөлмеде Манарбектің үні қалғандай еді. Салтанаттың үнсіз көзқарасы, Дастанның ішке жұтқан ашуы, Арайлымның аянышты жанары, бәрі оның жүрегіндегі өкінішті одан сайын ауырлатты. Бір күні ол аз ғана киімін жинап төркініне кетті. Салтанат оны тоқтатпады. Тек есіктің алдында үнсіз тұрып қалды. Асия да артына бұрылмады. Өйткені бұрылса шыдай алмайтынын білді. Күндер өтті, айлар өтті. Сол айлардың әрқайсысы Асия үшін бір жылдай ауыр болды. Түн сайын Манарбекті түсінде көретін. Ол түсінде бұрынғыдай күлімдеп тұратын. Асия, өзіңді күт. Баламызды сақта. Оған менің орныма да мейірім бер. Асия оянғанда жастығы көз жасына малынып жататын. Көп ұзамай Асия дүниеге торсықтай ұл әкелді. Баланы алғаш құшағына алған сәтте, оның жүрегі бір жағынан қуанышқа, бір жағынан өкінішке толды. Сәбидің қалың қара шашы, қиғаш қасы, кішкентай ғана мұрны Манарбекке қатты ұқсайтын. Асия баласын бауырына қысып: әкең сені көргенде ғой, жаным менім, сен әкеңнің аманатсың, деп жылады. Баланың атын Мансыр қойды. Жылдар өте берді. Дастан мен Арайлым да көп балалы атана атанды. Салтанаттың үйі қайтадан балалардың күлкісіне толды. Бірі жүгіріп жүреді, бірі әжесінің етегіне оралады, бірі: әже, маған ертегі айтып беріңізші, деп еркелейді. Үйдің іші қуанышқа бөленді. Бірақ сол қуаныштың ішінде бір бос орын бар еді. Ол Манарбектің орны. Дастархан жайылған сайын Салтанат көзін бір бос орындыққа салып қоятын. Мереке сайын ішінен: осы қуанышты Манарбегім де көрсе ғой, деп күрсінетін. Түнде ұйықтаса түсіне ұлы кіретін. Бала күніндегі Манарбек, жігіт болған Манарбек. Үйге шаршап келіп: анашым, шайыңыз бар ма, дейтін Манарбек. Салтанат оянып кетіп: бар балам, бар еді ғой, деп жылап отыратын. Бір күні Салтанат жүрегіне ұзақ уақыттан бері тиіп жүрген шешімді қабылдады. Мен немеремді көруім керек, деді ол Дастанға. Дастан анасына қарап үнсіз қалды. Анашым, барғыңыз келсе мен апарайын. Салтанат басын изеді. жоқ балам, бұл жолға өзім барғың келеді. Ол Асияның төркініне барды. Есікті Асия ашты.
Екеуі бір-біріне ұзақ қарады. Көп жылдық өкініш, сағыныш, айталмаған сөздер сол үнсіздіктің ішінде тұрғандай еді. Асия көзін төмен түсірді. Апа, Салтанат жай ғана. Немеремді көрсем бола ма деді. Асияның көзіне жас келді. Әрине. Бөлменің ішінен кішкентай бала жүгіріп шықты. Мама, кім келді? Салтанат баланы көрген сәтте тұрып қалды. Жүрегі кеудесіне сыймай кеткендей болды. Кішкентай Мансұр тура Манарбекке ұқсайтын. Көзі де, қасы да, жымиғаны да, тіпті мойнын қисайтып қараған да Манарбектің бала күнінде еді. Салтанат тізерлеп отырып баланы құшағына басты. Жарығым, құлыным, жаратқанға шүкір. Манарбегімен аумайды екенсің ғой. Ол баланың маңдайынан сүйіп, көз жасын тоқтата алмады. Мансұр әжесінің жасын кішкентай қолмен сүртті. Әже, жыламаңызшы. Бұл сөз Салтанаттың жүрегін одан сайын елжіретті. Жыламайның құлыным, қуаныштан жылап тұрмын. Асия есіктің жанында үнсіз жылап тұрды. Салтанат біраздан кейін орнынан тұрып Асияға қарады. Оның көзінде бұрынғы ашу да, өкпе де жоқ еді. Тек шаршаған ананың, көп қайғы көрген жүректің ауыр сабыры ғана бар еді. Асия басын төмен түсірді. Иә апа. Салтанат баяу сөйледі. Манарбектен айырылдың. Енді ұлынан айырылып қалма. Асияның жүрегі шымете қалды. Салтанат сөзін жалғастырды. Балаға әкесінің жоқтығын күнде еске сала берме. Оған мейірім бер, сабыр бер, жылы сөз бер. Әкесі көре алмаған махаббатты сен көрсет. Бір күні ол өскенде әкесінің қандай адам болғанын сұрайды. Сол кезде оған Манарбекті өкінішпен емес, мейіріммен айтып бер. Асия үнсіз басын изеді, көз жасын сүртті. Түсіндім апа. Бұл жолы кеш түсінгім келмейді. Салтанат Мансұрдың басынан сипады. Бұл бала Манарбектің жалғасы. Оны аман өсір. Жүрегін сындырма, сөзбен жаралама. Өйткені кейде бір ауыр сөз адамның бүкіл өміріне көлеңке түсіреді. Асия баласына қарады. Сол сәтте ол бәрін түсінді. Манарбекті қайтара алмайды, өткенді өзгерте алмайды. Бірақ оның аманатын сақтай алады. Оның ұлын мейірімге бөлей алады. Салтанат үйіне қайтарда Мансұр есік алдына дейін шығарып салды. Әже, тағы келесіз бе? Салтанат еңкейіп оны құшақтады. Келемін құлыным, енді жиі келемін. Мансұр күлімдеді. Сол күлкі Салтанатқа Манарбектің күлкісіндей көрінді. Ол үйіне қайтып бара жатып аспанға қарады. Балам, артында ізім қалды. Ұлым бар. Сенің нұрым өшкен жоқ. Сол күннен бастап Салтанаттың жүрегіндегі жара жазылып кетпесе де, оның жанында бір үміт пайда болды. Мансұр өсті. Арайлым мен Дастанның балаларды өсіп жатты. Үйдің іші қайтадан балалардың күлкісіне толды. Бірақ әр қуаныштың ішінде Манарбектің аты үнсіз аталып тұратын. Салтанат немерелеріне қарап отырып жиі айтатын. Адамның жүрегін сақтандар. Жақыныңды тірісінде бағаландар. Кешірім сұраудан кеш қалмандар. Жылы сөзді кейінге қалдырмандар. Өйткені кейде бір ғана сөз адамды аман алып қалады. Ал кейде айтылмаған бір ғана сөз өмір бойы өкініш болып қалады.